Kıymetli балалар, bugün біздің жаңа сабағымыздың тақырыбын мынау слайдта көрген суреттерге қарап тақырыпты ашайық. Мына суреттерде не көріп тұрсыздар? Және суреттің негізгі идеясы неде болуы мүмкін? Ойларыңызды айтыңыздар. Яғни суретте 20 ғасырдың екінші жартысындағы білім беру жүйесінің дамуы көріп тұрмын. Суреттің негізгі идеясы, яғни оқушыларға, жаңа өсіп келе жатқан балаларға білім беру. Жақсы, өте жақсы. Тағы толып тұрамыз өздер. Тағы қалай толып тұрасыңдар? Мынау қандай төсбелгілер? Осының алдында айтқан болатынбыз, Нұрай? Яғни бұлар совет кезіндегі оқушылар, яғни пионерлер. Ол кезде олар қызыл жалаулы галстуктар тағатын, және де осындай төсбелгілер тағатын. Жақсы, өте жақсы. Ұйымдар құрылған жайында және де мектеп оқушыларының арнайы төсбелгі екенін, мектеп оқушы екенін анықтау үшін төсбелгілер жайында көрсетілді. Өте жақсы. Яғни біздің бүгінгі сабағымызды осы суреттерге байланысты ашатын болсақ, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 20 ғасырдың екінші жартысындағы білім беру жүйесінің дамуы. Яғни оқу мақсаттары білім мен ғылым саласындағы мемлекеттік саясатқа баға беру. Яғни осыған сай біздің сабағымыздың мақсаты бұл 1946-85 жылдардағы білім беру жүйесін саласының дамуын бағалау. Енді жалпы бағалау критерийлері, енді негізгі тапсырмаларымызға келетін болсақ, біз осы білім жүйесіне сәйкес осы білім саласындағы өзгерістер қарап отырсаңдар, мына жерде 49 жылдан 80 жылдардың аралығындағы білім саласындағы өзгерістер туралы айтылған. Енді олай болса, біздің бүгінгі бірінші тапсырмамыз барлығымыз дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді орындаймыз. Және де осы жерде қазір барлығымызға мынандай бағалау парағы әрқайсымыз өзіміздің осында берілген критерийлерге сәйкес өз білімдерімізді сабақ бойынша бағалаймыз. Түсіріп атқан. Бағалау парақтары. Балалар, енді жалпы біздің бүгінгі сабағымызға сәйкес білім саласындағы жүргізген реформалармен танысайық. Бұл 1949 жылғы 7 жылдық білім беру жүйесі және 1959 жылғы білім беру реформасы негізінде мектептің өмірімен байланысын нығайту, 62-63 жылдардағы 8 жылдық, 11 жылдық политехникалық мектептердің жұмыс жасауы және болашағы жоқ мектептердің жабылуы. Яғни біз алдыңғы сабақтардағы өткен тақырыптарға сәйкес болашағы жоқ мектептердің жабылуы туралы айтқанбыз. Осы алдыңғы білімдеріміз бойынша біз қазір келесі тапсырманы орындаймыз. Яғни бірінші тапсырма дәптерге орындаймыз. Осы 4 деректі, жаңағы айтылған 4 деректі пайдаланып, осы кестені толтырамыз. Ол үшін қазір міне сол деректер сендерге таратылады. Осы деректер бойынша мына тақтадағы бірінші кестені орындаймыз. Осы кестемен орындаймыз. Бірінші тапсырма бойынша орындап болсаңдар, қолдарыңыз көтереміз. Қай жұрт бірінші орындап қойды? Ең бірінші орындаған Мереке мен Еркенің жылы 1956 жылы 1 қыркүйекте, яғни оқуға алып тастады, жағдайы жоқтарға жақсы, өте жақсы болды. 1956 шілдеде мектеп жасындағы балалар мектепке қатысуға міндетті болды. Және де 1984-1958 жылы білім беру реформасы қайта құрылу басталған болады.
Жақсы, өте жақсы. Келесі жұп, Омекен Жасмин. Мерзімі 6 маусым 1956 жылы. Яғни бізде реформа КСР министрлік кеңестік қаулымы, яғни министрлер оқуды ақысыз оқыту жайында шешім қабылдаған болатын. Мерзімі екіншісі 1950 жылы шілденің 13 шілде күні, яғни балалар мектептен қалмай келу және де олардың киіну үлгілерін қатайту. 1984 жылы. Яғни бұл 1958 жылдағы реформаны қайта орнату болған болатын. Өте жақсы. Келесі. Наргиза мен Ағадыр. 6 маусым 1956 жылы ислам министрлер кеңесінің қаулысы елдегі жаппай орта білім беру және жастардың жоғары білім алуына қолайлы болды. Бұл кезінде бізде КСРО-ның жоғары оқу орындарына ақылы төлеуді алғыстаған болатын. Бұл бізде жағдайлықтарға қолайлы болды. Республикада халықаралық ісін одан әрі жақсарту мақсатымен Қазақстан орталық комитетінің пленумы қаулы етеді. Мектеп жасында барлық балалар оқуға келетін болсын, олардың мектептен кетіп қалуына жол берілмесін. Мектептік және қоғамдық интернатты ұйымдастыру, жалпыға бірдей оқу орнын жасау, мектеп оқушылар киіммен, аяқ киіммен уақытында қамтамасыз етілсін. Қазақ қыздары мектептерге толық тартылсын. Олар 7 жылдық орта мектептерін бітіргенге дейін оқитын болсын. Социалистік Қазақстан газеті 1950 шілденің 13-ші. Өте жақсы. Бағалауларыңызды алып отырыңыздар. Енді ары қарай тыңдай беретін болсақ, енді жаңағы бірінші тапсырманы өте жақсы орындадыңыздар. Енді екінші тапсырманы орындайық. Екінші тапсырма қазіргі кездегі білім беру жүйесін кеңестік білім беру жүйесімен салыстыру керек. Және олардың арасындағы айырмашылық және сабақтастықты анықтаймыз. Яғни осы кесте бойынша кеңестік дәуірдегі білім беру жүйесі, қазіргі кездегі білім беру жүйесі өзгерістері қандай оң нәтижесі болды, қандай теріс. Және сабақтастығы мен өзіміздің қорытынды ойымызды айтамыз. Яғни бағанағы осы жұптарымызда жұмыс жасаймыз. Осы тапсырма бойынша қосымша деректер. Әр жұпқа жеке тапсырмалар. Осы бойынша деректерді қолдана отырып, жаңағы кеңестік жүйені және қазіргі замандағы білім саласындағы айырмашылықтарды, ерекшеліктерді кестеде орындаймыз. Дәптермен жұмыс балалар. Екінші тапсырма бойынша кестені орындасаңыздар, жұптарыңызда дайын жұп. Ең алғашқы Омекен Жасмин, сіздер жауап беріңіздер. Қазіргі мектептер 11 жыл оқиды. Қазір мектептер көп салынып жатыр. Балалар 6 жастан барады. Жоғары оқу білімдер бар, колледждер бар. Кеңестік дәуірдегі білім беру жүйесі, яғни бізде 10 әселері дүниеге келуден кейін бізде көптеген халық көшіп келе бастады. Сол кезде бізде көптеген мектептердің салынуы және де оқушы санының артуы болды. Ал минустары болса, балалардың 7-8 жылдық білім беру жүйесі болған болатын. Ал сабақтастық дегеніміз, яғни бұл екі дәуірдің де бізде мақсаты бір болған болатын. Яғни балалардың білімге деген құштарлықтарын арттыру және де балаларды білімге қарақат. Кеңестік дәуірде бізге орталық Қазақстанға Беларусь, Молдова, Ресей елдерінен адамдар көшіп келгеннен кейін мектептегі қазақ мектептері орыс тіліне ауысқаннан кейін 6 жылдан астам оқушы орыс тіліне оқуға мәжбүр болды. Соның есебінен олардың оқуға деген құштарлығы кетіп қалды. Және латын әліпбиінен кириллицаға көшу болды. Және қазақ бастауыш мектептерінің саны 532-ден 1190-ға жетті. Орта мектептер 11-ден 48-ге, орталық мектептер 43-тен 232-ге жетті. 1980-1990 жылы еліміздегі жаппай білім беру едәуір жақсарды, яғни білім беру саласы біраз жұмыс жүргізілді. Соның бірі 6 жастан бастап оқыту және бастауыш сыныпқа даярлау және де мектепте білім беру саласы 11 жылға созылды. Сабина, Санжар.
Маңғыстау кеңестік дәуірдегі білім беру жүйесі 1960 және 70 жылдары оқуға өзгерістер болды. Сол себепті мектептер 7 жылдан 8 жылға ауысты, және де қазақ мектептерінің жабылуы болды. Және де орыс мектептері көптен ашыла берді. Қазіргі кездегі білім беру жүйесі бізде 60-70 жылдарда 8 жылдыққа ауса, қазіргі кезеңде 11 жылдық бар. Бізде 1-ші сыныптан 11 жылға дейін оқыту міндетті балаларға. Жақсы, өте жақсы. Енді тағы бір сұрақ бар. Қазақ мектептерінің жабылу себептері неге байланысты болды? Осыған оған негізге ала келсек, тың егерді негізге алсақ болады, себебі тың егер кезінде біздің Қазақстанға өте көп басқа ұлттар келген болады. 300 мыңнан астам басқа ұлттар келгендіктен біздің қазақ тілді мектептерімізді басқа тілге аударып, яғни орыс тіліне аударып, біздің қазақ мектептерін жапқан болатын. Және де тағы да бір мысал, ол ауылдық мектептерде қазақ мектептері жабылып, оқушылар саны және де мұғалімдер саны, мамандықтар саны. Және де сол кезеңдегі болашағы жоқ ауылдағы мектептер жабылды. Урбандалу сол кезде урбандалу болды. Және де сол кездерде қазақ тіліндегі мамандар көп болғанымен, бірақ оларды орыс тілі білмейді деп, оларды мамандық иесі жалпы сабағымызда, бүгінгі сабағымызда свод талдау арқылы қорытындыламыз, яғни кеңестік білім беру жүйесіне баға береміз. Бұл свод талдауда білесіңдер, кеңестік білім беру жүйесінің күшті жақтарын бір бөлек, әлсіз тұсын тағы да бір бөлек, және мүмкіндіктері мен қандай қауіп-қатері болды. Сол бойынша талдау жасаймыз. Свод талдау жасасақ, жұптасқан күйі ғана орындағандай. Нұрай, Алжет. Яғни кеңестік кезде дисциплинаның өте жақсы болды. Әлсіз жағына мұғалімдер жетіспеушілігі және де мектептер оқушылары саны аз болды. Ал мүмкіндіктер болмады. Төртінші қауіптер, яғни тіл жойылып кету мүмкіндігі болды. Білім саласы дами бастағанда көшіп кеткен адамдармен қоса қазақтар да көшіп кетті. Жақсы, ары қарай осы талдауды ары қарай толықтыратындар аяғым ол берейін. Әсіздіктер орыс мектептен жабылу болды, оқушылар азаю және орыс тілі оқыту болды. Жоғары оқулық орыс тілі мұғалімдермен көбейді. Сол кезден жоғары оқушылар азай бастады. Өнеркәсіп орындардың көбеюі жаңа совхоздардың Осы тапсырма бойынша Ақнұр Алтынбек. Күшті оқушылардың білім алуға деген ынталары өте керемет болды, және де мектептен тыс үйірмелер тегін болды. Ал әлсіз жақтар болса білім тәжірибеден гөрі теорияға бағытталуы және шет тілдердің оқыту деңгейінің төмен болуы, әлем әдебиеттердің қолжетімсіз болуы, үйде білім алудың мүмкін болмауы. Мүмкіндіктері мұғалім еңбекке және жалпы мектепке деген құрмет қалыптасты. Ал қауіптері қазақ мектептерінің тілінің жойылып кетуі де болды. Қазақ мектептері жабылды, яғни урбандалудан болашағы жоқ мектептерді жапты. Орыс тілінде оқыттық, қазақ тілінде мектептер болмады. Ал балалар, жалпы бүгінгі сабағымыз жақсы түсінікті болды деп ойлаймын. Тапсырмалардың барлығы өте керемет орындап отырсыңдар. Енді осы сабақтан алған әсерлерің бойынша кері байланыс парағын толтырамыз. Сабақтың өткеніне байланысты. Балалар, енді кері байланысты аяқтасаңыздар, үйге берілетін тапсырма. Осы бағанағы берілген ұсынылған тақырыптар бар, материалдар және оқу кітаптан қарап, осы 1946-85 жылдардағы білім беру саласының реформаларының мәнін түсіндіресіздер. Өз ойларыңызды осы бойынша эссе жазасыздар. Ал енді кері байланысты ауызша білімдер ұзап кетсеңдер, Олжан? Маған бүгінгі сабақта ұнағаны, ол оқушылардың өз ойымен, өзінің білгенімен бөліскені, жаңа ақпарат алғанымыз және тақырыпты айқын ашқанымыз.
Мен бүгінгі сабақта ойландырған жағдай ол кеңес үкіметі кезіндегі білім беру жүйесі. Менің бір ұсынысым немесе сұрағым бұл осы тақырыпты ары қарай ашып ізденгім келеді. Өте жақсы. Келесіздер байланыс бұл екен. Маған бүгінгі сабақтың ұнаған жағдайы, яғни қазақ мектептерінің қатаң тәртібі ұнаған болатын, ал бүгінгі жағдайда ойландырған жағдай, яғни орыс мектептерінің ашылуы және де қазақ мектептерінің жабылуы, ал бүгінгі ұсынысым 11 жылдық мектепке тағы да мектеп уақыты қосылды. Рахмет, жақсы. Аға Маған бұл сабақтан алған жағдай, мен бүгін жақсы мәлімет алдым және сабақ өте қызық болды. Мені бүгін сабақты ойландырған жағдай, мен өз жауабымды өте жақсы алдым және қыздан тағылым болды. Менің бір ұсынысым немесе сұрағым, неге біз білімді өте жақсы біз қазақ тілін ары қарай деп ойлаймын. жақсы, өте жақсы, рахмет.